Сәлем достар, бүгін сіздермен корицаны жақсы көретіндерге арналған ең күшті десерт синнабонды жасайтын боламыз. Бұл үшін біз 200 грамм сүт, 200 грамм су, сары май, шекер, дрожж, тұз және жұмыртқаның ағын салып қамырлайтын боламыз. Қамырымызды жақсылап илеп, осылай жұмсақ, қолға кішкене жабысатын қамыр болады. Оны жылы жерге орап, 1 сағатқа қалдырып қоямыз. Біздің қамырымыз ашайын дегенше арасында салатын корица мен шекерді араластырып дайындап қояйық. Мен қамырды 1 сағатта 1 рет илеп қойдым, одан кейін тағы да жарты сағатқа қалдырдым. Жалпы 1,5 сағат көтерілгенше жылы жерде тұрды. Енді осылай кішкене ұн сеуіп, жақсылап 4 бұрышты етіп жаямыз. Осылай әдемілеп жайылған қамырдың бетіне манағы дайындалған корица мен шекерді арасына жайып жағып шығамыз. Және де шетінен бастап рулет сияқты қылып ораймыз. Осылай орап, шет-шетін турлап жіберіп, бірдей көлемде кесіп шығамыз. Және де мен формамды майлап, астын синнабондарды салып, тағы да 20 минутқа бетін жауып, көтерілгенше қалдырдым. Өйткені қайткенменде біз қамырды жайып илеген кезде өзі басылып қалады, шамалы тағы да көтерілгенін күтсеңіз өте жұмсақ, әдемі болады. Менде осы 400 грамм сүт пен судан қосындысынан 16 штук булочка шықты. Булочкамыз пісем дегенше кремін дайындап қойдым. Ол үшін кәдімгі сливки мен 33% творожный сырды араластырдым. Және жай бетіне жаға саламыз қазір піскен кезде. Не енді пісіп әдемі болып шықты барлығы. Суығанша күтіп, кремдерін жағып, әдемілеп шай ішсеңіздер болады. Ас болсын сіздерге жасап көріп, нәтижесімен комментарийде бөліссеңіздер қуанып қаламын. Каналға жазылуды ұмытпаңыз.